Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сендермен біз қазақ тілі сабағында жазды күн шілде болғанды тақырыбын өтеміз. Сабаққа берілген оқу мақсаттары тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген шынайы мәселені шынайы өмірмен байланыстыру, тура және ауыспалы мағынада сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу. Сабақтың мақсаты тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген шынайы мәселені шынайы өмірмен байланыстырады, тура және ауыспалы мағынада сөздерді қолданады, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізеді, бағалау критерийі, суретпен жұмыс жасайды, мәтінді тыңдап, жоспар құрайды, жазылым тапсырмаларын орындайды. Мәтін алды жұмыс, жаңа сөздермен танысамыз. Көгорай, шалғынды жер, жарамсақтану, жақын тарту, жалпылдау, жампаңдау, күркіреу, сарқырау, бәйге ат, бәйгеге шабатын ат. Бірінші тапсырма. Сурет бойынша екі сұрақтан дайындаймыз. Яғни, дәптерге әдемілеп жазамыз. Мәтін мен жұмыс. Оқылым үшінші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқы, мәтін бойынша жоспар құра, ұстазға дыбыстық хат арқылы мәтінді мәнерлеп оқып жібер. Жазды күн шілде болғанда, көгорай шалғын бәйшешек, ұзарып өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге, көшіп ауыл қонғанда, шұрқырап жатқан жылқының, шалғынның жоны қалтылдап, ат айғырлар биелер, бүйірі шығып ыңқылдап, суда тұрып шыбындап, құйрығымен шылпылдап, арасында құлынтай, айнала шауып бұлтылдап. Төртінші тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Сұрақтарға жауап бер. Көгорай, шалғын мен бәйшешек қай уақытта ұзарып өседі? Екінші сұрақ. Ауыл қай кезде өзеннің жағасына көшіп келеді? Үшінші сұрақ. Қандай жылқының жоны қылтылдайды? Төртінші сұрақ. Құлын тай қай жерде шауып жүреді? Мәтін соңы жұмыс, жазылым 9-шы тапсырманы дәптерге орындаймыз. Бірінші. Оқып отыр, келе жатыр, сөйлесіп тұр. Екінші. Данышпан, ойшыл, лирик. Үшінші. Ертең барады, кешке сөйлеседі, жазда қыдырады. Төртінші. Науаи, Сағди, Физули. Үйге тапсырма 8-ші тапсырманы орындаймыз. Назарларың үшін рахмет. Үйде қалыңдар.